Диплом мен ауылға игілікті бағдарламасы қазіргі таңда ауылдағы кадр тапшылығын шешуге ықпал етіп отыр. Бүгінде Көктал орта мектебінде диплом мен ауылға жобасы аясында 7 жас маман жұмыс жасауда. Көктал орта мектебі балалар жылы аясында 22-ші жылы ашылған. 2022 жылы ашылған. Бізде 21-ші жылы 4 жас маман, 22-ші жылы 5 жас маман, 23-ші жылы 4 жас маман келген. Сол жас мамандар диплом мен ауылға бағдарламасы бойынша қазіргі таңда біздің мектебімізде 7 жас маман үстемақы алды. 5 миллион 175 мыңнан бір жас маманымыз Рашев Ақерке ол баспана алды. Қазіргі таңда жас мамандар мектеп түлектері және үздік бітірген мамандар, солардың ішінде бізде 2 жас маманымыз қазіргі магистратура бітіріп келді. Жобаның жемісін көрген жас маман Бөлекбаева Ақерке қызметке кіріскеніне 3 жылға жуықтапты. Ол Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетін тәмамдаған. Оқуын аяқтаған соң өзі білім алған Көктал орта мектебіне жас маман болып қайта оралды. Бір реттік көтерме ақысын алып баспаналы болды. Енді бар күш-жігерін білімді шәкірт тәрбиелеуге жұмсамақшы. Көктал орта мектебін 2015 жылы аяқтап, Тараз мемлекеттік педагогикалық университетіне грантпен оқуға түстім. Жоғары оқу орнын үздік аяқтап, өзім білім алған Алтын ұя мектебіме диплом мен ауылға бағдарламасымен жұмысқа орналастым. Осы бағдарлама аясында Көктал ауылынан баспанаға ие болдым. Бағдарлама өзім республикамыздағы өзім сияқты жас мамандарға үлкен қолдау. Ауаны жіберсек, ол қалай десек жатыр, қандай құбылыс болып жатыр? Су бір ыдыста, екінші ыдысқа құйылып жатыр. Бүгін Көктал орта мектебінде жас мамандардың 10 күндігінің ашылу салтанаты өтті. Шараға 3 білім ордасынан 15 жас маман шақырылып, викториналық сұрақтар мен спорттық ойындар ойнатылып, өзара тәжірибе алмасты. Бүгінгі бізде мектепшілік бақылау жоспарына сәйкес жас мамандарға кәсіби шеберлігін шыңдау мақсатында жетекші мен серіктес мектептердің арасындағы ынтымақтастық ортаны қалыптастыру мақсатында бізде бүгін мектебімізде жас жарқын болашақ иесі бүгінгі жас маман тақырыбында 10 күндігіміздің ашылу салтанаты өтті. Бұл ашылу салтанатына іс-шарамызға біз өзіміздің жетекшілік ететін 3 мектебіміз, яғни Бурыл орта мектебі мен Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп номер 6 орта мектептерден 15 жас маман келіп, қазіргі біздің семинарымызға қатысып жатыр. Жоғары білімді жас маман жарқын болашағымыздың кепілі.